Қайырлы күн қыздар, бүгін біз жылдам дайындалатын вупипай пирожный пісіреміз. Рецептісі жеңіл, сіздер де дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, қант, шоколад, май, какао және разрыхлитель қажет. Алдымен біз табамызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Осы кезде біз шоколад пен майды ертіп қоямыз. Дайын болғаннан кейін үстіне құйып, миксермен араластырамыз. Одан кейін біз ұнның үстіне разрыхлитель және какаоны сеуіп, массамыздың үстіне електен өткізіп, миксермен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды кондитерский мешокқа салып аламыз. Және листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылайынан пирожныйдың формасына келтіріп, барлығын құйып шығамыз. Енді 180 градуста 12 минут пісіреміз. Және біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр, сливки және қант ұнтағын сеуіп, миксердің баяу жылдамдығымен қою болғанша араластырамыз. Кремімізді кондитерский мешоктың ішіне салып дайындап қоямыз. Мінекей біздің пирожныйымыз пісті. Енді осылай ортасына кремімізді жағып, пирожныйларды бір-біріне біріктіреміз. Мінекей біздің пирожныйымыз дайын болды. Қалауларыңызша бетін сәндеп қойсаңыздар болады. Ол үшін кез келген жидек немесе кремнің өзімен де сәндеуге болады. Біздің пирожныйымыз өте жұмсақ және дәмді болды. Астарыңыз дәмді болсын.